Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен лечо салатының рецептісімен бөлісемін. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда видео жүктегенде сіздерге хабарлама келіп тұрады. Ең бірінші қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Енді өткізілген қызанағымызды бірден қайнататын ыдысымызға құямыз. Сосын тәтті және ащы бұрышымызды видеодағыдай турап аламыз. Сосын сарымсағымызды турап аламыз. Сарымсағымыз өте жіңішке қылмаймыз, кішкене жуанырақ қыламыз. Укроп және петрушкамызды видеодағыдай турап аламыз. Сәбізімізді үлкенірек өткіштен осылай өткізіп аламыз. Енді қызанақ құйылған ыдысымызды қатты жанып тұрған отымызға қойып, үстіне сұйық майымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, сосын бетін жауып, 20 минуттай қуырамыз. Қызанағымыз піскенше. Арасында араластырып тұруды ұмытпаймыз, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Менде қызанағым шамамен жарты сағаттай қайнады. Енді үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып, сәбізіміз піскенше бетін жауып қоямыз. Арасында ашып араластырып тұрамыз. Сәбізімізді жеп көреміз. Егер піссе, енді сарымсағымызды салып, тағыдай 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Сосын бұрыштарымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын қантымызды қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Бір-екі минуттан соң бетін ашып, лавр жапырағын және қара бұрышымызды қосамыз. Бетін жауып, бұрышымыз піскенше ұстаймыз. Бұрышымыз жұмсара бастаған кезде енді алдын ала турап қойған укроп пен петрушкамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын уксусымызды қосамыз. Уксус менде 9%, бір үлкен ас қасық қосам. Менде видеоға тағы да түспей қалыпты, бірақ мен міндетті түрде қостым. Сосын тағы да тұзын көреміз. Егер де тұз аз болса, тағы да тұз саламыз. Лечомыз пісті. Бұрышын барлығын жеп көреміз. Егер де тұзы бәрі дұрыс болса, бірден стерильденген банкамызға құямыз. Бетін стерильденген қақпақпен жауып, осылай кілтпен жауып шығамыз. Сосын видеодағыдай бірден төңкеріп,
бетін жылы көрпешемен немесе жылы сүлгімен жауып бір түнге қойып қоямыз. Бір түннен кейін тағы да бір күнге тоңазытқышқа салып қоямыз. Егер де сіздерде суық жер болса, сол суық жерде тағы да бір күнге қалдырсаңыздар болады. Осымен өте дәмі ерекше, қысқа арналған лечо салатымыз дайын. Видео рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.